Климаттық апаттарға қарсы не істей аласыңдар? Алланың қалауымен болып жатқан іске қалайша қарсы шығасың деген комменттер өте көп айтылып жатыр. Иә, осындай сұрақтардың болуы заңды. Әрине, климат апаттарына мен жалғыз өзім ештеңе жасай алмаймын. Бірақ та қолық сұрап, ештеңе жасай алмай, Алланың қалауы ғой, мен не істей аламын? Көппен бірге көреміз деп отыра берсем де болар еді. Егер ешқандай шанс болмаса, ал қазір бізде шанс бар ғой. Мен жай ғана қарап отырмай, іздендім. Иә, менде де сұрақтар болды. Климатқа байланысты айтып жатқан ғалымдардың сөздерін сараптадым. Өзіме керекті жауаптарды алдым. Қазіргі ғылыми технологиялардың мүмкіндігі жоғары екен. Осы тақырыпта атсалысып жүрген ғалымдар бұл табиғи апаттардан адамдардың аман қалу жолдарын ұсынып жатыр. Эгон Челакянның Сібір туралы докладында ауқымды түсіндіріп айтып жатыр. Ал Алланың қалағаны, оған араласа алмайсың дегендерге айтарым. Иә, менің діни білімім көп емес шығар. Бірақ егер ауырған кезде аурудың емін қарастырудың орнына болды, бұл Алланың қалағаны деп, не болса да Алланың қолында деп отыра берсем, онда бұл әрекетім Алла ауру жіберсе, оның емін де жібереді деген сөзіне қайшы келеді емес пе? Иә, бұны түсіну үшін 10 жыл діни білім алу керек емес шығар деп ойлаймын. Сондықтан қазір бізде мүмкіндік бар. Осы климат апаттарынан адамдардың аман қалу үшін біздің барлық каналдардан климат мәселесі қазіргі таңда өте маңызды екенін айтуымыз керек. Жаңағы айтып жатқан атақты ғалым Эгон Челакян Сібір туралы видеосында бұл проблемадан нақты шығу жолдарын ұсынып жатыр адамдарға. Қазір, яғни Сібір аумағында жоспарлы түрде газсыздандыру жұмыстарын жүргізуді ұсынып жатыр. Бауырлар, егер шынымен де мүмкіндік болмаса, мен осы маңызды ақпаратты сізбен бөлісу үшін видео түсіріп, уақыт жоғалтпас едім. Соңында қоса кететін. Бауырлар, есейік барлығымыз, доғарайық, баланың ойын доғарайық.